Сәлем достар, біз бүгін сіздермен глаукома ауруы туралы талқылайтын боламыз. Видеоны қарамай тұрып, каналға тіркеліп, лайк басып кетіңіздер, бұл біздің каналдың әрі қарай дамуына өз үлесін қосады. Ендеше бастаймыз. Глаукома бұл қазақша су қараңғы деген мағынаны білдіреді. Ол көздің ішкі қысымының тұрақты жоғарылап отыруынан пайда болады. Глаукома көру нервісі зақымдалып, атрофияға ұшырап, нәтижесінде соқырлыққа алып келетін ауру. Сұйықтық кірпікті денеде пайда болып, көздің артқы камерасына енеді. Содан соң қарашық арқылы алдыңғы камераға өтеді. Ал алдыңғы камераның шеткі жері бұрышы деп аталады. Бұрыштың алдыңғы қабырғасы ақ қабық пен қасаң қабықтың қосылған жерінен, ал артқы қабырғасы торлы қабықтың түбінен, ал төбесі кірпікті денеден тұрады. Глаукома деп біз нақты диагноз қою үшін мына үш белгі болуы шарт. Біріншісі, көз ішілік қысымның жоғарылауы. Екіншісі, көру аймағының танау жағынан бастап тарылуы. Үшіншісі, көру нервісінің глаукоматозды экскавациясы. Глаукома классификациясына қарай үш түрге бөлінеді. Ол біріншілік, екіншілік және туа пайда болған. Екіншілік деген аты айтып тұрғандай, ол белгілі бір аурулардың нәтижесінде екінші ауру, яғни қосымша ауру ретінде пайда болады. Мысалы, увеит, блефорит, конъюнктивит немесе дакротистит деген сияқты. Ал біріншілік глаукома ашық бұрышты және жабық бұрышты деп екіге бөлінеді. Олардың әрқайсысы 4 сатыдан тұрады. Біріншісі бастапқы кезеңі көз ішілік қысымның жоғарылауы. Екіншісі дамыған сатысы, бұл 50 градустан төмен танау жағынан бастап көрудің төмендеуі. Үшіншісі алысқа барған сатысы, яғни бұл кезде көру 15 градустан төмен. Төртіншісі терминальды сатысы, бұл жарыққа реакциясы мүлдем жоқ. Осымен видеомыз аяқталды. Сіздермен бірге болған Гүлбану Ғаниқызы. Келесі видеода кездескенше.